Ассалаумағалейкум қазақ елі, мінекей бүгін бізде өте керемет контент, долгожданный контент. Қазір видеосы толықтай көрсетіп түсіндіріп қойдым. Алдымен видеомызды бастап алайық, кеттік. Құрметті көрермендер, мінекей біздің Сереволқа пневма қондыратын кездесті. Кеше ғана бізде машинамыз покраскіден шықты, барлығы ләлә. Енді бізде достар, осы бір конечный осы пневма, салоннан да бір-екі детальдар ғана қалды. Сонымен құдай қаласа проект өз мәресіне жетті десек те болады. Тағы да алда уақытта 1-2 видеодан кейін уже проект аяқталады. Жалпы бүгінгі біздің бөліміміз пневма, қандай пневма, қалай, чоп-ачом екен толық обзор көрсетеміз. Алдыменен видеоны бастап алайық, кеттік. Видеомызда бізде пневма, әрине бұл жаңа емес, жүрген біз бір көліктен шешіп алдық, бірақ ол бірінші хозяин. Екінші хозяиніміз ғой, короче. Вагон фирмасынан негізі мына пневмаларына қатты шарт ете бермеймін. Достар, енді бұл сфераға енді шығып екен, алда уақытта мүмкін шарт ететін боламыз. Жалпы состояниесі тамаша. Как раз мінекей бізде білесіздер ғой, көк стильмен ғой. Көк стильмен, және де резиналар жақсы, состояниесі тамаша, және 4 контурлы. Қазір біз бұдан запасының орнына қондыратын боламыз. Мінекей жерде бізде дәл қазіргі жағдайы, мінекей мынандай салонға 4 кнопкасы. Негізі кнопканы негізі қондыратын жер жоқ, енді достар, салон толып қалған. Сол себептен мынаны бір как пульт сияқты шығардың, қолданып қолын қайтадан салып қойдың деп сияқты қолданамыз. Мына жерін бәрін изолентамен орап, негізі андай пультпен істеп қойған әдемі болар еді, қазір көре жатармыз. Алдымен қазір біз шлангілерді тартып 4 баллонға, мынаны багажға қондырамыз, и одан кейін әрмен қарап көре жататын боламыз. Жалпы енді бұл сферада пневма салып жүрген жігіттер болатын болса түсінеді, түсінбейтін жігіттер болса бірге жайлап үйренетін боламыз. Ал ендеше іске кірсек, алдымен қазір өзінің 4 заводской стойкасын шешіп берді. Біздің стойка қандай екенін білесіздер ғой, Астон -50-лік. Енді менде қазір бір уайым бар, нан салғаннан кейін менің 17-лік танкым тиіп қалмай ма деген. Көрейік, ендеше іске кірісейік. Достар, короче, бізде қазір момент истинный. Қазір біз тек қана алдыңғы екеуін ғана салып көрдік. Мен уайым болып тұрған үлкен десте қалмай ма деген уайым. Соны тексеріп көретін боламыз. Тұра. Қазір енді алдыңғы екеуін ғана шланг ішіне жүргізген жоқ, тек стойканы салып қойдық. Қазір жерге жарғанда түріп көреміз. Сол кезде қаншалықтыға дейін жататынын көретін боласыздар. Жай таста. Тастай бер. Жай. Болды. Ебана. Даканта түсірдің, е? Жатқанды мынау. Мына жерде бізде орын. Карточканы қара. Қарасай. Карточка сетіп көрші мені. Карточканың өзі орға сейіп отыр ғой, неге? Даканта түсір ма, или тіреліп тұрғаннан кейін ба? Тірелген жоқ ештеңе. Подкринникқа тіреліп тұр ғой деймін? Тіреліп кішкене тіреліп тұр. Тағап тұр ғой, жанынан осылай көрінеді. Қазір арқасын салып көреміз. Одан кейін бір шлангілерін жүргізіп, бәрін қондыратын боламыз. Алды жарайды ғой, уайымдайсың. Арқасын қорқып тұр мен. Арқасы қаншалықты дейді екен. Бампер деді, кесе салып сол. Арқасына бампер деді, достар, бамперін бір кішкене кесеміз. Артқыларын салып, жаңағыда түсіріп көреміз, тексеріп. Демейді деген жерлерін бәрін тексереміз. Одан кейін барып, оны жалғайтын боламыз. Ал ендеше, іске сәт кет. Арқасына салып біттік, енді истинный момент арқасын көреміз. Қазір енді пайлом арқасын бір жерде кесеміз, біз соны нақты қай жерден қай жерге кесу керек екен, жай түсіріп көреміз. Сол арқылы кейін мына жердегі бампердің артқы жерлерін кесетін боламыз. Бізде мына жерде негізі заводской бар, мына жерде маса кішкене қалыңдаған, осы қалыңдаған жердің барлығын кесетін боламыз. Бірақ бізде мына крепленің алдында бір жаққа болу. Қазір жай жатқызып көреміз. Давай, түсіре бер. Түсіре бер. Давай. Ата дерді ма? Так, короче, нәтижесі бойынша бізде мына жерде мінекей көрсетіп кетейін сіздерге. Тыныштау! Мына жерде достар бізде мына жерде кесу керек. Бізде мына жерде крепление бар. Бұл қалады. Осыдан кейін мына жерден бастап былай кішкене кесуіміз керек. Сосын мына жақтан кузовқа да сәл түсіп тұр. Бұны бірақ кесейміз, біз сәл ағашпен ішке қарап сәл майыстап жіберсек болды, короче. Осы екі еді, қалған жақтар, мына жақтар нормально, идеально, әдемі, ровно.
Бүгінгі жұмыс примерно қондырумен аяқталды. Енді ертең достар келіп біз мыналарды уже жайғастырып барлығын қосатын боламыз. Арқасы бұлай, алды бұлай. Мынау негізі достар қараңыздар. Мынанша бірше 5 сантиметр неде тұрды, проставка бір заттың үстінде. Сонда бізді жердің үстінде мынанша тұрды. Тағы да бізден зат алатын болсақ, мынаншаға теңдеп тұру керек. Мына түседі әлі, тағы да неге келеді әлі білесің ба? Короче, достар, нәтижесін соңында көресіздер. Енді бұндай нәрсе өмірде бірінші рет. Бұндай жақта опыт жоқ. Бұдан кейін разобрауымыз керек. Енді пневма болған екен, достар, енді мынандай подъемниктерге келу кішкене қиын болды екен. Так, құрметті достар, бүгін бізде мінекей екінші күн, сағын сағаты 10:27. Бізде енді бүгінгі жұмысымыз. Кеше біз пневмаға 4 дөңгелекке 10 метрлік воздушный шланг сатылған болатынбыз. Мінекей бұл воздушный шланг дегеніміз достар, ішіне ауа үлкен қысыммен келген кезде шланг ісініп жарылып кетпеу үшін бұл кішкене қаттылау болады екен. Бұны өзі пневма салып жүрген жігіттер түсінетін шығар, болмаса грузовой көліктерде болады бұндай. Осыдан 10 метр, қазір алдына 3 метрден, артқы қалғандарға 1 метрден, в общем 10 метр жетеді деп ойлаймын. Мына жерде бізде қазір мынаны қондыруымыз керек. Жалпы механизм компрессорды, одан кейін салонға компрессорды біз через кнопку жібереміз. Ол дегеніміз жаңағы кнопка басқан кезде ғана компрессорға ауа жинайды, қалған кезде үнін өшіріп тұрады ғой. Так, олай болса алдымен достар біз қазір мына жерді босату керек. Бір проблема болып тұр, мына буферді шашып қайттан жинау керек. Шашып болғанда мынаның бәрін ажыратып, буферді алып, запасканың орнына салуымыз қажет болып тұр. Кеттік па? Поехали. Автозүрген жүрген жігіттердің құлақтарына алтын сырға. Мен өзім негізді жалпы мына буферді қалай қойдым, солай мен астын ашқан жоқпын ғой, қарсаңыздар астын неу кеткен. Көгерген қасты, құзғырға шығып кеткен ғой даталығы. Сол сөйтін достар, егер осындай музыка қойыңыздар, кішкене хабар алып тұрыңыздар арасында. Вообще багаж астын ашпаймын ғой. И нәтижесінде мінекей не болып отыр. Мынаны тазалаймыз, жуамыз, бетіне айтпақшы жаңа резинасын алып бардым да, эвапорикке заказ қалдырып кетті, қазір 10 минутта тікіп береді. Брат, тіккенді бәрін түсірсем бола ма, процесс десем, жоқ брат, түсірмей қойшы, керек емес деді. Қалдырып кеттім, дайын болған жерде көрсетемін. Сол как обычно қара шеттерде жіптерін көп қыламыз, өз біздің эвапорик сияқты. Тура сол өзінің размерімен біз енді қайтадан киізін төсеміз. Үйтіп короче тазаладым, барынша қолдан келгенше қайтадан киізін төсеу керек по-любому, өйткені ағаштар бар, түп-түзу родында ұстап тұратын. Киізін төсеміз, бетіне мынаның орнына енді эвапорикті қоятын боламыз. Қазір енді достар біз енді барлығын жалғап қосып қойдық. Енді электричествосын қазір қоспастан бұрын дәл осы багаждан тұрып, қайсысы алдыңғы дөңгелек, қайсысы артқы дөңгелек екенін через аккумулятор арқылы өшінде жақындап анықтап аламыз. Ауыстыратын жерін ауыстырып, туралап, одан кейін барып уже окончательно нүктесін қойып, полный жаңағы несін официально уже жалғайтын боламыз. Қазір алдымен бір жақсылық тексеріп алайық. Эй, цепь на мне, цепь-лавы, сутка тысяч на БГЛВ, сотни дам хотят ко мне, сотни дам хотят ко мне. Барынша көтерілген осы болып тұр ма? Кәнені түсіріп қойшы. Оң жағын таста. Короче айтқанда, аншама разница жүреді екен аншаға көтеріледі, осыншаға түсіріп қойшы. Так, құрметті достар, мінекей барлығын қондырып қойдық, барлығын орналастырдық. Мына жаққа кабелет тартып қойдық. Енді қазір бізде плюс-минусын жаңағы анау-мынаулардың электричествосын әрине біз диаспорымызға келдік. Қазір мінекей диаспорымыз барлығын жалғап, чеки-пуки қылып беремін деп бір өзі әділшінің әдемілеп. Бұл жігіттің бір ұнайтын және жұмысын тиянақты істейді да жігіттер. Қандай бұл істеген жұмыстан кейін андай замок етіп қалады деп қорықпайсыңдар ғой, короче. Жатқанда түр осындай ғой, қарасаңыздаршы. Арқасы қандай, алды қандай. В общем, короче, көп сөйлемейік. Ендеше соңғы этап жалғау ғана алып и жинауға болды көрші. Нәтижесін әрине көретін достар. Алай болса, кетіп кетіп. Алло, достар, бүгін біздің мінекей серия Волк пневма қондырылды, покраскеден шықты. Қазір кейбір оқырмандар пневмадан бұрын покраска қалай шыққан күтіп отқан жандар бар. Олай болса, назарларыңызда қарсы алыңыздар серия Волк.
Алло достар, мінекей мен сіздерге қазір от первого лица көрсетейін, иә, естеріңізде болса, бірінші біз мінекей достар капоттан бастаймыз. Мынандай жерде бір мячина болатын, мячинасы мінекей стелінді. Одан кейін лобовой мінекей жоғары жақта лобовой жоғары жақта шіріп жатыр еді. Лобовойды шешіп, білесіздер, мінекей барлығын жасадық, өзгерттік. Сондай-ақ есігіміз, крыламыз бар еді. Артқы есікті мына жерде әсіресе мына жерде байқасаңыздар, кіріп шығып шпаклевкасы жарылып жатыр еді. Мінекей барлығын жасаттық. Жаңа ручкалар, өткен видеода көргендеріңіздей, мінекей пневмасы қалай тұр, шіркін. Негізі дакан жатқызуға болады, ол үшін достар, уже 14-тік штамп па, болмаса 14 диск тағу керек, статус сияқты. 17 уже даканса отырғаны осы болып тұр, уже бұл арғырап тиіп жатыр арқаларға. Барып отырғаны осы. Арқасынан, мінекей крыласы, сондай-ақ крышаны байқайтын болсаңыздар, мінекей, бәрін әдемілеп сіздерге қалай көрініп тұр. Сондай-ақ мінекей лип спойлерді өзгерткен болатынбыз. Арқасынан екі жаңа фары, Наны естеріңізде болса, алдыңғы фарымыз біздің жерде тонированный еді. Наны олай тонировка істемейтін боламыз, осылай қалдырамыз достар. Және де Lada надписті приораға ауыстырдық, Porsche стилдегі. Сондай-ақ диффузорымыз өзінің седаныкін салдық. Алдында бізде хэтчбектік отырған, хэтчбектікмен переделка істеп салған болатынмын. Мінекей, тағы да не айтамыз көрсететін. Сосын достар, бізде мына есіктің мына шетінде бар еді, естеріңізде болса, мінекей жасаттық. Мына жерлерде кішкене майда мячиналар бар еді, оны да жасадық. Сосын бізде есіктің астары, естеріңіз болса, тот басып шіріп бастап жатыр еді. Мінекей мына есік көрсетпедім, бірақ сіздерге мына есікті көрсеткен болатынмын. Қараңыздар, барлығын жасаған әдемі. Төрт есігінің де асты солай бастап жатыр еді. Мінекей барлығын жасаттық. Машина оқшым айтқанда, короче, идеалға келдік қой достар. Мына крыламыз, мына жетіміз мыжылып жатыр еді. Мен алғаннан сондай еді, соны мінекей уақыты келді. Енді міне жасатып біттік. Крыламыз сондай-ақ. Наны біз черный глянцқа ауыстырдық. Алдында бізде матовый тұратын. Өйткені бізде барлығы черный детальдардың барлығын глянцқа ауыстырдық. Есеміз бар ма, мынауымыз бар ма, алдындағы детальдарымыз бар ма. Фарымыз азып достар что-то кішкене өткенде өзім стекол ауыстырған екен, дұрыс ауыспаған ба. Азып кішкене бір шетінен ауа кіріп тұр, сол себептен буланып тұр екен. Мойкадан шыққан кезде кішкене бір 5 минутқа буланады. Одан кейін кетіп қалады. Сондай-ақ достар алдында губа барс, решетка, молдинг. Және де тағы не айтамыз? Жаңа дворниктер. Естеріңізде соны алдыңғысы кішкене түрі қашып атқан еді, шіріп барып кішкене тот басатқан. Жаңа арттық, бірақ бұны видеоға түсірген жоқпыз. Вроде достар барлығын айттық. Сондай-ақ бізде порог бар ауыстырылған. Порогты да көрсеттік, ауыстырдық. Жалпы достар пневма өліп тұр. Мінекей қараңыздар, от первого лица қалай тұр. Смело отырады, тұрады, жатады керек болса. Ал енді достар, енді бұдан кейін не болады деп ойлайсыздар? Енді алдағы уақытта не саламыз? Почти уже біздің проект соңына да таяп қалды, құрметті достар. Алдағы достар, мінекей видеода өзімізден жеттік. Егер де сіздерге ұнаған болса, лайктарыңызды аямай басыңыздар, арнаға жазыңыздар, комментарий керемет пікірді қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал достар, біз сіздермен қоштаспаймыз. Жай ғана келесі кездескенше аман сау болыңыздар дейміз.